Сәлем баршаңызға, менің сүйікті көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айпана. Бүгін сіздермен өзімнің каналымда оригинал өте дәмді қатпарлы қаттаманың дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге қамырын дайындауға салқын су, бір жұмыртқа және де бір шай қасық тұзды қосып, жақсылап тұзы ерігенше араластырып алатын боламыз. Одан кейін кез келген газдалған су немесе сарыағаш қолдансаңыздар болады. Бұл жерде мен Алекс сарыағашын қолдандым. 200 мл сарыағашты құйып, жақсылап араластырып аламыз. Және де алдын ала өлшеніп алған електен өткізілген ұнымыздың үстінен сұйық массамызды қосып, жақсылап қамырды илеуге кірісетін боламыз. Қамырымыз жақсылап біріккен кезде осылай қолымыздың көмегімен ыдыстың сыртына шығарып, жақсылап июін қандырып алып, целлофанға салып, бөлме температурасында 30 минутқа қалдыратын боламыз. 30 минут өткеннен кейін қамырымызды жақсылап жаюға кірісетін боламыз. Ең алдымен қолымыздың көмегімен осылай бірінші бастапқыда қамырымызды басып алсаңыздар, қамырларыңыз өте жақсы болып жайылатын болады. Бір шеті қалың, бір шеті жұқа болмай әдемі жайылатын болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай үлкен етіп қамырды жайып алатын боласыздар. Барлық шеті бірдей жайылғанына көз жүгіртіңіздер. Одан кейін ертілген 72%-тен жоғары немесе 60%-тен жоғары майымызды ертіп, үстінен құйып, жақсылап майды жағып алатын боламыз. Барлық шетіне бірдей тигеніне көз жеткізіңіздер майды. Одан кейін үстінен ұнымызды аздырақ сеуіп жеріп, үстінен көк пияз немесе укроп немесе олсыз да орап қаттамамызды істеуге болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Мен видеода көк пияз сеуіп істеп жатырмын. Қаттамамызды дәл осылай оқтаумен орап алып, пышақпен ортасынан кесеміз және де осы бөлікті 3-ке бөлеміз. Сол 3 бөлікті және 2 бөлікке видеодағыдай бөліп, бір зуаладан 6 штук қаттама шығаратын боламыз. Дәл осылай орап, барлығын әдемілеп орап алатын боламыз. Және де оралған қаттамаларымызды бірден пісірмей, жаймай, жаңағындай 15-30 минутқа тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салып қоятын болсаңыздар, қаттамаларыңыз өте жақсы жайылатын болады. Дәл осылай тегіс ыдысқа салып, холодильникке салып қойыңыздар. Одан кейін холодильниктен алынғаннан кейін кішірек ұн сеуіп жеріп, қаттамаларымызды жаюға кірісетін боламыз. Қаттамамыздың барлығын қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орта көлемде барлығын жайып алғаннан кейін ақырында пісіруге кірісетін боламыз. Тапамызды алдын ала қыздырып, 2 ас қасық сұйық май жеткілікті болады. Өйткені одан көп құйып жіберетін болсаңыздар, қаттамаларыңыз майлы болып кетуі мүмкін. Осылай 2 ас қасық май құйып, қаттамамызды пісіретін боламыз. Және де міндетті түрде осылай видеодағыдай ақырындап араластырып отырып, екі бетін аудара отырып пісіріңіздер. Бір көлемде қалып кететін болса, қаттамаларыңыз күйіп қалуы мүмкін. Сондықтан дәл видеодағыдай осылай айналдыра отырып, екі бетін қызартып пісіріп алатын боламыз, достар. Көрермендерім, керекті қоспамыздың барлығын мен описание бөліміне жазып қалдырамын. Міндетті түрде сол жаққа өтіп жасауларыңызға кеңес беремін. Бір дайындағаннан өте жақсы болып шығатын оригинал қаттаманың рецептісін жасап жақындарыңызды қуантыңыздар. Осымен біздің қаттамамыз дайын. Өте қатпарлы, слой-слой болып шығатын қытырлақ қаттамамыз дайын. Ас болсын, сіздермен бірге болған Айпана. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап, пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.